Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге бөдененің жұмыртқасынан дайындалған өте жеңіл, өте дәмді сорпа дайындаймыз. Ол үшін суымызға болып жатырса бөдененің етін пайдаланамыз, болмаса осылай тауықтың етін пайдалансаңыздар болады. Бетіне шыққан көбігін осылай сүзгінің көмегімен сүзіп аламыз, және де сорпамызға ұсақтап турап жуаны қоссаңыздар болады, және де сәбізімізді де қосамыз. 2 тілім сарымсағымыз бен 1 қызанағымызды қосып сорпамызды қайнатамыз. Барлығын турап салсаңыздар да болады. Және де бөдененің жұмыртқасын суға салып қайнатып пісіріп аламыз. Татымына қарай сорпамызға тұз бен бұрышымызды қосамыз. Тауықтың төс етін ет тартқыштан өткізіп фарш дайындап аламыз. Фаршымызға татымына қарай тұзымызды қосамыз, 1 жұмыртқамызды қосамыз, және де татымына қарай бұрышымызды қосамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араласқан фаршты видеода көрсетілгендей етіп 1 қасық алып осылай шеңбер жасаймыз, және де ол шеңбердің ортасына бөдененің жұмыртқасын салып, жан-жағынан жауып, жақсылап дөңгелек пішінге келтіреміз. Осылай барлық тефтелиді дайындап болғаннан кейін 200 градуста қызып тұрған пеште 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Басында айтқанымдай жуаны, сәбізді, қызанақты ұсақтап турап салсаңыздар да болады. Менде балалар жемейтін болғандықтан мен осылай барлығын бүтіндей салып, піскеннен кейін блендердің көмегімен жақсылап езіп алып сорпаға қосып жіберемін. Біздің пеште піскен тефтелилеріміз дайын болғаннан кейін осы тефтелилерімізді сорпамызға саламыз, және де түрлі түсті болгар бұрышын қоссаңыздар да болады. Міндетті түрде брокколиді қосып, барлығын толық піскенге дейін 25 минуттай қайнатамыз. Осы бөдене сорпасын дайындап көруге кеңес беремін. Өте дәмді, өте ерекше, өте пайдалы сорпа, және де міндетті түрде ұсынған кезде тефтелидің ортасынан кесіп ұсынғандарыңыз әдемі болады. Және де видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Каналымда бұдан да басқа неше түрлі тағамдардың жасалу жолымен бөлістім. Астарыңыз дәмді болсын, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін.